Көптен бері влог түсірмеген соң сәл қобалжып тұрмын. Декретте отырғаннан кейін өзіме қызық бір істермен айналысайын деп шештім. Влог түсіруді қайттан бастасам деген ойдамын. Бүгін біз отбасымызбен бірге демалысқа бара жатырмыз. Сол егіздермен бірге демалыс қалай болатындығы, балалармен бірге қалай саяхаттайтындығымыз туралы влог болады. Қызық болады деп ойлаймын. Көптен күткен Египеттегі демалысымызға отбасымыздың 10 мүшесімен бірге ұштық. Жол ұзақтығы 6 сағат алды. Қыздарым қатты мазаны алған жоқ, жақсы ұйықтап, аман-есен жетіп алдық. Және бізге 11-ші болып Турциядан ажар қайынсіңлім ұшып келді. Сонымен көптен күткен демалысымыз осы қуанышты нотамен басталып кетті. Сіздерге рум-тур көрсетейін. Біздің бөлме осындай. Кіре салған кезде осындай ұзын. Айнасымен шкаф бар. Шкафтар үлкен. Мына жерде сейфпен бірге тағы полкалар бар. Сондай. Мына жақ өз бөлме. Бөлме үлкен, таза, әдемі, ұнады маған. Еламан уже заттарды шығарады. Доченьки. Қызармадан аған жақта. Енді ең күшті нәрсе бұл вид из окна. Мына жерде осындай орындықтармен азанда отыруға болады. Қырып барады, қырып. Демалыстың алғашқы күнін таңғы астан бастадық. Қаланың қарбалысынан, күйбең тіршіліктен шаршап келген біз бүгінгі күнді пассивті өткіземіз деп шештік. Күні бойы бассейнде шомылып, асықпай әңгімелесіп, балаларымыздың мәз болғанына қарап, біз де балаша қуанып, күнімізді осылай өткіздік. Демалысымыздың екінші күнінде яхтада кешкі ас ішеміз деп шештік. Ал мына видеода сол жаққа апаратын жол. Біз яхтаға отыруға бара жатырмыз. Яхтада ужин ішеміз сол жақтан. Отбасымызбен көп адам болып келгендіктен біз гидтің қызметіне жүгіндік. Осы экскурсияны сатып алдық. Бізді отельден өздері келіп алып кетіп, осы портқа әкеп тастады. Привет! Привет! 11 адам болып порт жаққа қарай кетіп бара жатқан кезде алдымыздан жаңағы гид шығып бізді осы жерде отыра тұрыңыз деп бір дүкенге отырғызып кетті. Біз енді сол өздерінің компанияның демалатын орны шығар деп бәріміз отырдық. Содан кейін бәрімізге балмұздақ әкеп таратып берді. Соны жеп алдық. Кейіннен балмұздақты жеп болған соң келіп бізден ақша сұрады. Сондықтан абай болыңыздар, бұл жерде сондай алдайтын адамдар көп. مشرفينا منورنا على فانتاستيك روز ده وجوه فانتاستيك كروز. يلا نبدا نحكها بسقفه كبيره كلنا مع بعض. Яхтадағы кешкі ас көбіне дискотеканы еске алды. Өлеңдер өте қатты, шумна болды. Қазақша, орысша өлеңдер қойылды. Көңіл көтеретін адамдарға жақсы екен, бірақ бізге кішкене басымыз ауырып кетті. Сон үшін көбіне біз төбесінде өлең сәл аз естілетін жерлерінде жүрдік. Яхта туралы айтатын болсақ, яхта 3 этаждан тұрады. Екінші этажында дискотека болып жатыр.
3 этажында ешкім жоқ, тек біздің семья ғана. Бәріміз улап-шулап осы жақта жүрміз. Оның үстіне 2-ші этаж шумно слишком. Яқта бізге ұнады. Өзінің ақшасына стоит. Тамақ берек дейді, бізден тамақ күтіп отырмыз. Кешкі ас фуршет стилінде болды. Тамақтары онша ұнамады бірақ. Бүгін қайнымның баласының туған күні болатын. Администраторларға ескертіп айтып едік. Олар яхтадағы адамдардың бәрін көтеріп, торт сыйлап, әдемілеп құттықтап берді. Бұл да бір есте қалатын сәттердің бірі болды. Бүгін біздің Египеттегі 3-ші күніміз. Бүгінгі күніміз бізде пассивный отдых болды. Күні бойы бассейнде ғана шомылдық. Қыздарды шомылдырдық. Маған барлығы қатты ұнап жатыр. Отельдің іші өте үлкен. Отельден шыққың келмейді. Мынандай развлекательный центрлар, неше түрлі аквапарктер, үлкен-үлкен медитация жасайтын неше түрлі кружоктар бар. Отельдің ішінен ақ шықпай, мне кажется, 7 күнді өткізуге болатын сияқты. Біз кеше яхтамен қыдырып қайттық. Кеш келіп, шаршап, ұйықтап қалдық. Бүгінгі күніміз сол үшін пассивный болды. Ал жігіттер, отбасымыз біздің қазір сафариге кетті. Мен барған жоқпын, себебі балалармен бірге рисковать етуге қорықтым. Ол жақта кішкентай бөпелерге арналған ешқандай условия жоқ болғандықтан біз отельде қалдық. Сол үшін мен сіздерге бүгін жақсылап видео түсіруге тырысамын. Біз қазір Египетте Шарм-эль-Шейх қаласында Пик Альбатрос, Лагуна Виста деген қонақ үйдеміз. Біздің бір туысқандарымыз осы қонақ үйді бізге кеңес берген. Келіңдер деп бізге қатты ұнап жатыр. Прям үлкен іші. Прям еще әдемі, эстетичный жерлері көп. Египеттің колоритін жақсы береді. Біз отельді all inclusive программасы бойынша алдық. Отельге кіргеннен бастап барлығы тегін. Завтрак, обед, ужин. Тамақтары өте дәмді. Барлық азиатская кухня, европейская кухня барлығы бар. Бізге ұнады тамақтары, халал деп айтты. Бұл жерде бассейндар әр түрлі, әр бойға 50 сантиметрлік, 80 сантиметрлік, 100-150 сантиметрлік бассейндер бар бойларға сәйкес. Бассейн сағат 8-ден 6-ға дейін ғана істейді. يا دكتور شوف لي تصريفة ابوس ايدك اكتب له روشتة انا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها في اي حتة نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع الشاكيت. Мына жер біздің отель. Тура отельдің жанында базар бар. Осында үлкен базар. Біз Маржан екеуміз үйдегілер сафариге кеткенде осы базартикті аралап келеміз деп шықтық. 4 баламен. Адам. رشة مية تفتحني ما فتحني راكب دماغي ودايس مزاجي بيطلع خالص اسرع من صواريخ ناسا الواحد يا ماسا هبعد بعيد لا تعيدي من ناس العيان. Бүгін бізде демалыстың 4-ші күні. Бүгін дайвингке баратын күн. Бірақ біз ұйқымыз қанбаған. Таңға дейін ұйықтамадық. Қыздар сағат 1-3-ке дейін ұйықтамады.
Одан оларды ұйықтатып болып, енді өзіміз ұйқыға кетіп едік. Терден ашып жатқанбыз ғой, масалар маза бермеді. Маса көп кіріп алғанда шағып тастаған ғой бізді. Сонымен таңға дейін ұяламан екенбіз. Маса өлтіріп, ұйқымыз вообще қанған жоқ. Қазір енді сағат 7:47, сағат 8-де бізге уже дайвингқа шығу керек. Қазір білмейміз, завтра ішіп үлгереміз бе. Тез ұйықтап қалғанбыз ғой еще. Тез киіндікте шығып кеттік. أنا وزمايلي نقدم لحضراتكم السوفت درينك، وآخر فقراتنا هيكون معانا فقرة الرأس الشرقي مع فنانة Ажара. Я уже сидел. Раз, два, три. Seconds. Бәріміз дайвингтен алған әсерімізбен бөлісіп, осындай керемет көріністі көріп, үйге қайттық. Бұл сіздер көріп отырған видеоны маған абысыным жіберген болатын. Бұл жерде отбасымыздың барлық мүшесі Ніл өзенінің бойында жүзіп пирамиданы көруге кетіп бара жатыр. Ал мен, күйеуім және 2 кішкентай қызым қонақ үйде қалуды жөн көрдік. Бүгін Сохо стритқа келдік. Өте әдемі, туристерге арнап жасалынып қойған жер екен. Бізге ұнады. Бірақ Египеттің колоритінен тек сувенирлер ғана. Қалған бәрі шетел азаматтарына, ресторандарда әртүрлі индийский, китайский, японский ресторандар бар. Сосын каток бар екен. Демалуға әдемі, уютный жер екен. Бүгін Старый городқа келдік, Египеттағы, Шарм-эль-Шейхтағы. Ескі қаланың ерекшелігіне тамсанып, отбасымызбен әрбір дүкенге кіріп көріп, шөптен жасалған неше түрлі дәрілерді, витаминдерді алып, иіс суларына тамсанып, үйге қайттық. Ескі қала шынымен де ерекше екен. Египетке келген әрбір адамға осы Олд Сити Египет Шарм-эль-Шейхқа келуге кеңес беремін.
정말 치는 거예요? Zamanın aytatsagan tez-tez bol Sen көңілің ашып бол Неге ұнап, неге мұң айтпады бұл жол Бізде қой білет жауабы сол